Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Атың кім болады? Менің атым Амантай Еру. Мен 7-ші мектепте оқимын, 3-ші сыныптамын. Мен мектепте химия мұғалімімен осындай тіс пасталарды жасап шығардым. Қазір осы пастаның жолын айтып өтсем. Көмірден 2-3 таблеткасын қосамын. Сосын эфир майы қосып араластырамын. Сосын ас содасын және кокос майын қосып араластырамын. Сосын осындай ағартушы тіс пастасы болып шықты. Қолдану ережесі: оны көп қолдануға болмайды. Аптасына 2-3 рет қолдануға болады. Енді осындай ақ пастаның үй жағдайында жолын айтып өтсем. Ас содасын және фруктозаны қосамын. Сосын оны кокос майын қосамын және араластырамын. Сосын осындай дайын өнімді шыны ыдысқа қосамын. Сосын осындай үй жағдайында ағартушы тіс пастасы үй жағдайында қолданылады. Оны күнде қолдануға болады. Мынаны күнде қолдануға болады. Мынаны күнде емес, аптасына 2-3 рет. Бұның бәрі тіс ағартады, солай ма? Жақсы. Бұның бәрі өзі табиғи дұрыс па? Ешқандай химиялық қоспа жоқ. Солай ма? Бәрі табиғи өніммен жасалғаны. Жақсы. Енді сіздеріңе береке берсін, сәттілік. Осындай жақсы көп ойлап таба бер. Өскенде үлкен алла жазса, еліміздің үлкен бір атақты ғалымы болуға жазсын. Жарайды ма? Сізге сәттілік.